Monster обзоры. Кеттік. Так, Monster Energetic. Қой кеттік онда. Так, мен білуімше бұл американский энергетик. Бұның да бағасы 500-ден асады. 500-ден асады емес бұл. 500 теңге ровно. Қымбат бұл. 500 теңге ровно. 355 миллилитр. Бұның бірінші мен білесің қайда көрдім? Қайда? Мұжылған банкасы ішілген. Неде көрдім? Мальчишник в Вегасе бірінші частында. Гостиницаның бытшын шығарады ғой. Таңертең тұрып отырады ғой. Сол жерде осы банкілер жатады. Сол көріп блин, не екен деп. Түсіндім соны энергетик. Содан бастап реклама кетті ма? Содан бастап миға тың еткізден соң, значит, скрытая реклама в фильмах работает. Істейді. Сондықтан сол және оған техничный қоя беретін. Скрытая реклама. Так, Монстерді бұл основном киберспортта спонсор, UFC'де спонсор, MMA, Тағы қанша жерде спонсор. Тоже как Red Bull'дың тематикіне, Red Bull'дың схемасын алып істейді да, бұларды по-любому дұрыс па? Солай болып тұр ғой. Не? Кеттік. Мынадан бастаймыз сонда, Да, классика. Қайдан білдің мынау классика? Нестандартный. Мынаның қарасай сен дизайн жынды да күшті істелген да, осының маған айт. Ана жерінде сыртында бар ребристің ана несі бар. Ұстасаң прикольно. Венецианская штукатурка ма кәдімгідей. Как будто обой қыстырғанды сияқты оның сыртын бар вообще. Дизайн ультра істеген ана. Отдельно сол дизайнерге отдельный плюс сол үшін. Вот біреулер сыртына қарамайды дейді ғой. Бірінші сыртынан қарайды. Қалай сыртына қарамайды дейін. Бірінші сыртына қарап алады ғой адам. Основном деймін, жаңағыларды дизайндар жабып тұрған упаковканың дәміне қарап алмайды шығар. Кейбірлер бычыт қой вообще-то. Мынаның дизайн ультра істеген көрдің ба? Оны бірінші походу кім істеген ше анау? Apple. Коробкасын бәрін сырттан содан басталды ғой. Солар инновацияны солар шығарған шығар. Мне так кажется. Короче, давай. Адам бастайық. Инновация. Энергетик. Да. Пей. Ты мне не босс, приятель. Я знаю. Просто выпей. Пожалуйста. Молодец. Қойшы дәмін көрейікші. Инновацияны қақпаймыз ғой. Алып ішіп көрмеңіз ба бұл? Ананы ішіп көргем. Жоқ, ағын ішіп көргем. Стандартный? Жоқ, пиваға ұқсаймы, шампанскийге ұқсаймы, өздерің білесіңдер енді. Крем сода, лимонад па? Қоюлау, түсі. Не ғой, есіне? В смысле есіне? Есіп па не? Чупа-чупс. Детский чупа-чупс. Кәмпиттің есіне ұқсайды, короче. Давай. Монстр болып кетпейік қазір ма? Дәмі күшті. Жынды екен ана, бля, осы мықтыны. Red Bull отдыхает мынаның қасында. Қандай бізге қандай ардан питбуль ма ұнамаған? Вот сол питбульдің де қызылының дәміне ұқсайды ғой. Алдындағы обзордағы. Жоқ. Ұқсайды соған. Білмеймін, саған ұқсаса, маған ұқсамайды. Біздерден басқа жерде адамдар отыр. Пускай олар да көрсін. Ұнай ма, ұнамай ма? Сен екеуміз спорластық қой. Екеуміз спорластық қазір көрсін де олар. Сөзге келіспей қалдық қой. Давай. Алып қойыңдар. Маған ұнады. Біздің денсаулық. Бақыңдар мас болып қалмаңдар. Жоқ, қалай? Мощно. Адам Шоп. Как переводится? Адам Шоп? Женщин? Женщин бар ғой. Человеческая трава. Да. Нет, женщинская трава. Мынандай трава ма? Иә. Мынандай мықты болып тұрды, короче. Жоқ, сендегі былай кетіндер жатқан жоқ, просто өздерің түсіндір ғой. Қандай дедің саған? Айтып өтсей? Потенция. Чё? Потенция күшейтеді. Саған қалай? Нормально, жақсы, жаман емес. Ну, мощное, чувствуется, что прилив сил есть. И там, по-моему... Энергия распирает, да?
на новые Дешевый самопал открытия, емес. а? Бұл саған херня емеспін деп тұр ғой, түсін ба? Да. Не, ну, конечно, цена соответствует качеству. Не спорю, не спорю. Ал кеттік. Мына сырты әдемі болып, іші быт-шыт кетсе болған. Дизайнерский проект, кеттік. Аш. Қансыз. Без сахара. Қансыз мынау. Так. Дизайн күшті. Цветі ақ болады. Ақ бола ма или жаңағыдай лазурный бола ма? Ақ болады. Бля, 5 мың теңге спорласа болу керек. Сен тоқы бағана іштім дедің ғой сен. Значит, сен білесің. Цементовый цвет қой, көрдің ба? Ақ. Альбастердің цветіндей ба? Цементовый цвет дейсің ғой. Серый. Короче, не сияқты екен жаңағы түріктердің ракы деген алкогольный напиток бар ғой. Сондай сияқты ғой олар. Самогон. Самогон, иә, рисовый самогон. Так, сонымен дәмі кокос шығар бұнда? Или что? Жоқ, кокос емес. Басқаша. Порошоктың дәмі келе ма немене? Фейридің дәмі ма? Что-то бір саяжанда сөйтіп сонда бір энергетиктерді айтып жүрген. Фейридің ішін тап сондай, короче, көрмінде. Фейри сияқты ма? Білмеймін, маған алып тұр. Мынау. Бағанағы Red Bull'дың қансыз болды ғой? Иә. Мынау Red Bull'дың қансыздан жақсы. Маған лично ұнады. Бағанағы ұнаған жоқ қансыз. Маған бұның бір нәрсесі ғана ұнап тұр, білесің бе не? Дизайн. Объем. 375? 355. Білмеймін, маған осы ұнады. Екеуі де ұнады, честно. Плюс бағасы Red Bull'мен бірдей. Бірақ объем үлкен. Сол үшін. Дәмі де күшті. Жаңағы қантсыз маған дәмі ұнаған жоқ. Мына екеуі де ұнады. Дәмнен бұрын аты ғой аты, качество. Бренд. Танымалы. Иә, дұрыс па? Танымалы брендке 500 теңге не жалко. Red Bull алуға болады, бірақ Red Bull'ның ішінде объем кішкентай, объем үлкен, бағасы бір почти. Маған ұнады. Я бұл Red Bull'ның орай мен осыны алатынмын. Менде солай. Бірақ короче, вердикт алуға болады, нормально жақсы, үлкендерге ғана. Көп ішуге болмайды. Давай. Не злоупотребляй. Чай хобби. Долбоёб, чай хобби.